Мен қазір сенің өміріңді 50%-ға жеңілдетем. Қазіргі айтқан нәрселерім лично менің өзімнің өмірімді түбегейлі өзгертті. Блогер болуыма, танымал болуыма, ақшаны көбірек табуыма әсер етті. Саған да бүкіл өміріңдегі істей алмай жүрген нәрселеріңді тезірек істеуге көмектеседі. Бұл ой өте қарапайым. Еш нәрсені қиындатпа деп айтылады. Яғни перфекционист болма. Перфекционист деген орысша айтқанда бұл барлығының мінсіз болғанын қалайтын адам. Барлығы мінсіз болу керек, барлығы бір реттен жүріп кету керек, барлығы идеальный болу керек деп ойлайтын адам. Сол ой үшін ол ешқандай әрекет жасамайды, өйткені әрекет жасауға қорқады. Егер ол мен жасаған нәрсем онша емес шығып қалса не істеймін, андай былайша айтқанда жеңілсем, андай поражение болса не істеймін деп қорқатын адам. Сол оймен ол өзінің әрекеттерін тежейді. Жалпы мен өзім осыны қалай байқадым? 12 жыл видеомен айналыстым. Блогер болмай тұрып, мен 12 жыл видео монтажбен, режиссура, сценарист болып айналысқанмын. Блогер болғым келетін, бастап кеткім келетін, бірақ мен өзім тежейтінмін. Ой, оған камера профессиональный керек, ой, оған свет керек, оған звук керек, оған мықты сценарий керек, оған жақсы монтаж керек деп ойлайтынмын да. Осы ой мені тормозит еткен екен, оказывается. Содан бір күн алдымда шаршап кеттім осы ойдан, айттым, қойшы, болды, пофиг, істей берем. Күніне хотя бы бір видео салам. Просмотр жинасын, жинамасын, бір жыл бойы тұрақты түрде істеймін деп өзіме айтқаннан бастап, мен қазіргі таңдағыдай блогер болып жүрмін. Егер идеальный уақытты күтсе, мен әлі сол жерде жүруші едім, сол өмірде қалушы едім. Сол үшін барлығы мінсіз болатын уақытты күтпеу керек. Мінсіз нәрсе ол өзімен өзі пайда болмайды. Бірінші, сен жасаған нәрсе всегда онша емес болады. Не істесең де, мысалы, кішкентай сәби ол бірден екі аяққа тұрып жүріп кетпейді. Ол басында еңбектейді, тұрады, құлайды, содан кейін барып бір күні жүре бастайды. Велосипедті да мысалы біз сөйтіп үйренеміз. Велосипедті бірден айдап кеткендеріңіз бар ма араларыңызда? Велосипед айдаған кезде бірінші құлайсың, қайтадан құлайсың, тұрасың, қайтадан құлайсың. Сөйтіп ғана бір күні велосипедті айдауды үйренесің. Тура осы ереже өмірдің бүкіл салаларына қатысты екен, мен соны түсіндім. Блогерствоға да күтпе. Видеоң бар ма, сала бер. Біреудің видеоларын алып қайталай берсең болады. Өзіңнің идеяларыңды шығарсаң болады. Ең бастысы, хотя бы күн сайын әрекет ету керек. Әрекет жоқ па, результат 0 болады. Хоть сен ойлап идеальный план құрастыр, идеальный уақытты күт, идеальный камера, свет, бәрін қой. Бірақ әрекет етпейсің ба тұрақты түрде, ешқандай результат болмайды. Видео ұнаса лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, және маған тіркеліңіздер, мен өз парақшамда пайдалы ақпараттармен бөлісемін.